Барлықтарыңа сәлем достар. Сендермен бірге бұл мен Бико, және біз бүгін Майнкрафтта сборка мод көрсететін болам сендерге. Сборка дегенде, модтардың жинағы. Бұл файлды мен өзімнің телеграм каналыма салып кететін болам. Телеграм канал описанияда. Және модты қалай орнатамыз телефонға дейтіндерге, жаңадан келгендер болса, каналда видео бар. Бір емес екі видео болу керек по идее. Және де түсінбей жатқандарға бұл ПК-ның моды, арнаға бірінші рет келгендер жаңағы. Бұл ПК-ның моды телефонға жазуға рұқсат етілген, Poджоф лаунчер арқылы. Бүткілін менің арнамнан көре аласыңдар. Сол. Бүткілін менің арнамнан көре аласыңдар. Туториал барлығын. Бұл не сборка? Менің өзім де білмеймін. Бұны Шариф деген орыс ютуберінің видеосынан көріп жазып алған болатын. Мұны қызығып. Енді соны біз бірге обзор жасайтын боламыз. Бірінші бізде осындай слой, 5 слой береді екен. Бұл жақта өте көп модтар бар. Қазір бірге көріп шығатын боламыз. Бірінші модқа келейік. Бірінші модта осындай двер мод, яғни есіктердің мод екен. Бізге ең қызықтыларын алайық. Негізі бұл модтың барлығын кезінде інім екеуміз, яғни Тико екеуміз ойнап тастаған болатынбыз. Сондықтан тез былай сендерге көрсете кетейін. Жалпы бұл көп модтармен біз ойнап тастадық. Жай ғана мен іздеп отпай бірден сборка жаза салдым. Ол орыстың Шариф деген ютубері, мен бірден мойындаймын. Артығанда етмес деп, ешкімнен алмадым деп анда етіп сөйлемей-ақ қойын. Жалпы мына қалай еді? Қалай қойылатын еді? Ошым осындай бір шахтының несі. Осындай өзінің звугі бар. Ошым осындай двер мод. Осындай өз есіктерге. Бұл дейтін қарапайым есіктерге де анимация береді. Жалпы мына аққа да береді, жақсы оған қазір ключ алып несеп жүру керек болады. Мінеки қарапайым нелерге, есіктерге де анимация беретін болады. Бұның барлығы мен достар телефонда ойнап жатырмын. Мінеки қазір мынаны бассам, мінеки кнопка огнем шығады. Мен жай ғана бұл неге клавиатура мешкін жалғап ойнап отырмын. Сондықтан жазып алсаңыздар болады. Мен дейтін бұрынғы видеоларым немесе жақында шыққан осы модты қалай орнату керектігін барлығын осы арнамда бар. Қысылмай жазып алсаңдар болады. Көп сөйлемейік. Енді мыналар дұрыс жасамайды, өйткені бұлар вообще бөлек модтікі, дұрыс жұмыс жасамай тұр. Мынау фурнитур, яғни бұда 1.12-де осының жақсы версиясы бар. Бұл негізі онша емес, версиясы кішкене. Бұл жақта да мықты заттар бар. Мысалы, коробка бар, мынандай декорациялық заттар бар, тас, осындай заттар бар. Қоршау, мына қоршаудың ерекшелігі достар. Мына қоршаудан ешкім секіре алмайды, яғни осыған ұқсас осындай. Мына жерде әртүрлі биомдікі бар, мінеки мынандайдікі бар. Мынандай биомдікі бар, жасыл кәдімгі өзіміздің стандартный. Сосын мынандай кухня плита дейді, ошым мынандайлары бар. Еще оның дасты женесі бар екен, өзінің дасты женесі бар. Осындай бар. Бұл еще түнде жану керек, мен ойымша. Сосын мынандай үйде жанып тұратын лампочка бар. Қазір сендерге көрсетейін. Бұны түнге қою керек болады, түнге қоймай қойын. Осы жерден бүйтіп көрсете сай, мінеки жарығын көрдіңдер ғой, әдемі екен. Солай. Мына жерден бүйтіп өтіп кетейік. Мынау да сондай декорациялар. Жаңа назарды ұстап қалусын істеп едім. Сосын мынандай почта бар. Оның да өзінің несі бар екен. Мына жерде декорациялар көбейіп кетті. Менде FPS түсіп жатыр. FPS түсіп жатыр. Мынау неге сынбайды? Мына жой алмайды екенбіз достар. FPS құлап жатыр. Телефон болғасын, және мен телефоным онша мықты болмағасын, FPS құлау ол қалыпты жағдай. Сендерде видеозапис қоспасаңдар, FPS құламайды. Сосын мынандай машина модтар.
Бұлар айтып қояйын бірден, бұл көліктер жүрмейді. Өйткені бұның барлығын айтып отқан боларсыздар сіздер примерно іштеріңізден. Ойнамасаң, обзор неге жасап жатсың, ойнап тастасаң деп. Просто көріп тастадық та бұл модтар біз үшін. Бұндай модтардың талайын ойнап тастадық біз. Так, мынау NPC мод, қазір бүкілін сендерге көрсететін болам. Так, мынау NPC мод. Так, мұны аламыз, жерге бүйтіп орамыз. И мінекей текстура шығады, сосын выбратты басып, қалаған өздерінің несін істейсіңдер. Маған мысалға аспазын ақ қалды. И назадты басам. Готов ештеңе баспайсыңдар, назадты басам. Мінекей персонажым шықты. Және оны жою үшін мынаны басасыңдар. И оны осы мешіктің сол жағын басып қаласыңдар. И болды, мына қолдарыңыз ұстап болды. Және мына жақта мынау үй шығаратын ба бірдеңе, оларды өздерің түсініп аласыңдар. Мен мына заттарды білмеймін. Тек осыларды білем, яғни базовый заттарды. И және мынау декорация заттар. Бұл жақта да қызық заттар бар. Мысалға мына майшам, ойбай, не болып кетті мынау. Так, костер, тағы басқа қызық заттар бар, үстел, мында флагтар мынандай, және қан мынандай, почта бар. И мына форджтың несі, мына накование ма, сондай бар екен. Так, мынау жерге ұшып кеттім. Мынандай накование, мынандай қандар, мынандай, мынаны үйлеріңіздің мынандай жерлеріне бүйтіп қойсаңыз, мінекей вообще әдемі кетеді, мінекей. Әдемі мынау деген. Так, менде FPS құлап жатыр. Қазір мен кішкене графиканы түсіріп қояйын. Детальный, быстрый. И чаңты кішкене азайтып қояйық, әйтпесе сонда FPS бізде барынша құламайтын болады. Так, және болды. Короче, осымен мына заттардың бәрін бүйтіп қойып жүрсек, ол ұзақ болып кетеді достар видео. Сондықтан былай қызықты заттарын ғана көрсетейін. Так, мынандай, бұлар дейтін ешқайсы сізде не істемейді. Бұл жай ғана видеоларға арналған ғой, осылай. Типа өтірік үйдің кілті деп осын типа айналдыра бересіңдер өздерің. Бұнда айтпашы кейбір жұмыс жасайтын заттар бар. Олар мына заттар қазір неке мыналар, короче, ойында сізге дауыс естіліп, и сіздер мұны тартатын боласыздар, домбыра сияқты бірдеңе. Ошын білмем қандай аспап екен, білсеңіздер комментарий жазып кетіңіздер. Және так, осындай заттар бар, бриллиант, анау мынау, ошын USB флешка, money дейді, ақша, телефон, яқта осындай заттары бар. Және одан кейінгі мынандай киімдер. Бұл киімдерді мен басыма тәж киіп алдым, мінекей. Тәжді алып киіп алған болатынмын. Мынандай юбка киіп алады. Бұлардың бәрі киіледі достар. Так, мында киеді, мінекей. Киіледі достар бұның барлығы. Және шешіп тастайық бұны не істейміз біз. Так, бүкіл басқа заттың бүкіл мына жерден киюге болады, өте әдемі. Және мына жақта қару мод. Бұл жақта айтпақшы достар, мынаны қараңдар. Осы қазір мынау мысалға 1.7.10 версиясы, айтпақшы достар, бұл 1.7.10 версиясы. Ескі версияда бізге жаңадан шығып атқан осы Майнкрафттағы найзаны беріп тұр. Енді бұда анимация жоқ, енді кезінде шығып кеткен нәрсе олардың бәрі. Жарайды, можем әңгімені қояқ. Мынандай сюрикендер бар, балға бар екен мынандай, и арбалет, ошын өте мықты қарулар бар екен. Так, мында ең уроны көп мына қылышты алайық, или мынау ма, 7 урон, 10 урон, мынада ең мықты екен. Давайте жителдерді қанша удармен өлтіреді екен, бұл көрейік. Тексеріп көрейік. Так, 2 соққымен өлтіреді екен, жителдерде в общем 20 болатын болып тұрғым. Так, гольф таяғы мынау, білмеймін, жарайды. Так, сюрикендерді атып көрейік. Вау, сюрикендердің өзінің анимациясы бар. Көріп тұрғандарыңыздай, мен бұны білмеппін, бар ғой негізі. Бұндай анимациясы бар екенін. Так, давайте видеоны мұжытпай. И болды мұны. Декор крафт. Бұл жерде мынаның уже болды, уже соңына дейін декор крафт кету керек. Я, достар, декор крафт кеткен. Декор крафт барлығы, мынаның барлығы бір мод. Мына жерден басталады. Мына екеуі.
астында полный мына жақтың барлығы бір мод достар. Сенесіздер ма? Өте үлкен мод. Бұған обзор жасадым мен каналымда. Сондықтан бұлардың кішігірім тек осындай үлкен заттарын алып кете қояйық. Так, мынау неге орын ауыспайды? Мен түсінбедім бұл. Мінеки алдым. Лақтыртсақ, так, молоко, сәбіз, так. Сосын мынандай отырғыштары, бұның барлығы керемет. Декорацияға видео түсірсеңіздер, басқа да зат істесеңіздер, мыналар өте керемет тұрып қапты. Соған қарағанда бізде 3D мод бар сияқты. Яғни заттарды лақтырсақ, сол қалыпта қалып қоятын. Мына тортты қараңыздар, өте әдемі тойдың торты екен. Так, мынандай не бар? Телефон бар бұрынғы кездердің. Мынандай сәбіз жиналып тұрған. Мынандай стенаға іліп қоятын декорациялық заттар. Мінеки молоко, яғни сүт. Міне омарта емес, даже бал екен кәдімгі. Осындай мод достарым. Оның сілтемесі менің телеграм арнамда болады. Телеграм арнамнан кіріп жазып алып, менің ютубымда туториалды көріп орнатып алсаңдар болады. Арнада тұр туториал. Осымен осылай. Мінеки базовый заттар. Мына жақта мұндай көп таба алмайсың. Мына жақта өте көп мод достар, декорация. Және бұлардың, неге қайда кіріп кеттім? Бұлардың бір ерекшелігі достар. Бұлар айтпақшы жаңағыдай көргендеріңізде мінеки қисық қойылады. Міне мынау тіке болса, дәл осыны бейт жанға қаратып қойалам. Немесе тіптен бұлай қаратып қойалам. Так, осылай қызыл болып қойылмай атса, shift басасыңдар да қоя саласыңдар. Өте ыңғайлы мод, өте керемет, мінеки жанға қойылады. Осылай, мінеки мысалға, мынау маған тіке қарапса, осылай жанға қойалам бұны. Өте керемет, осы несі. Кейбір заттар енді тіке қойылады, бұда қисық қойылмайды, кейбір заттар, бірақ көп нәрсе бұяқта декорацияның көп нәрсесі қисық қойылады достар. Өте керемет. Сонысымен бұл мод өте танымал қазір әлемде. Жарайды. Осымен біздің видео аяқталды дейік. Әйтпесе менде уже FPS түсіп жатыр. 40-қа түсіп кетті. Уже мына жақта көп заттар декорацияны қойғаннан болар деп үміттенемін. Так, бұл заттар сындыртсақ, FPS қайта орнына келсін. Так, достар. Негізі сіздерде бұл FPS дейтін бұлай құлай бермейді достар. Менде просто телефоным қатты мықты емес. Негізі жалпы қатты мықты телефонда керек емес бұл дейтін әлсіз версия. Сондықтан кіріп установить етіп алсаңдар болады. Осымен видео аяқталды достар. Арнада көп видео шықпаған үшін кешірім сұраймын. Сол активті қайтару мақсатында осы видео шығып жатыр. Алдағы уақытта барынша қызық видео түсіруге тырысатын боламын. Қолым босамай кетті видео түсіруге. Сол үшін кішкене осылай актив үшін осындай бір видео шығарып қойып жатырмын. Арнада 1000 подписчикке шамалы қалды достар. Давайте тиісіз арнаға 1000 подписчик жинап тастаңдар осы видеодан кейін. Осымен видео аяқталды. Сау болыңыздар достар.